Kızı. Monolog. Qarshi olingizlar. Балалар үйінің терезесінен үнемі сыртқа қараймын да отырамын. Сол сырттан әлдекімді күтемін. Әлдекім деген сол сенсің. Мама, білесің бе? Кейде түсімде шашы ұзын әйелдің сұлбасын көремін. Сол сұлба менің анам екен деп. Сол сұлба менің анам екен деп артынан ере бергенімде сол сұлба ғайып болады. Оның түс екенін біліп, оянып қатты жылаймын. Мама, білесің бе, мені кеше тәрбиеші апай ұрды. Жоқ, менің кінәм жоқ. Мен тек қана дәл осы жерде сенің жолыңды күттім. Сені келер ме деп ойладым. Сол сәтте дарбазадан жүзі жылы әйел кіріп келді. Ол менің анам екен деп. Мама, мен мұндамын деп бергенімде терезенің алдындағы гүл жерге кенеттен құлап түсті. Апай көріп қоймасыншы деп тездетіп жинай берген сәтімде апай кіріп келді. Апай, кешіріңізші, байқамай қалдым. Мен әдейі істемедім дей бергенме қарамастан ол мені ұра жөнелді. Мама, сол кезде білесің бе, тәрбиеші апайдың маған не деген? Әй жетіме, сен әке шешеңе керек болмағанда маған керексің бе деп, одан әрі ұрды. Мама, сол апайдың айтқан сөзі, ұрған жері көгеріп жанымды ауыртып барады. Мама, менің мына жерім, тіпті мына жеріме дейін ауырып барады. Мама, мені мына қара қапастан алып кетші. Өтінемін, мен бұзық болмаймын, уәде беремін, айтқанымды істеймін. Тіпті десең, еш нәрсеңді де құлатпаймын. Мама, білесің бе, адам екесі айуанның емес, хайуанның өзі баласына қамқорлық етпей ме екен? Сен адам емессің бе? Сен менің анам емессің бе? Тәңірім, мен өзіңнен бала жүрегімен, кішкентай жүрегімен сұраймын. Менің анамның жүрегіне кішкентай болсын жылулық сыйлашы. Мені мына қара қапастан алып кетсінші. Өтінем, анашым, мені алып кетші. Ысқақова Гүлжайна, саған адам келіп тұр. Мама, бұл сен місің? Шынымен сен місің? Мені алып кетуге